Кейде қатты бірне істеген келеді. Мысалы, ұнатқан қызына жақындағың келеді. Мектептегі мерекелік шарада өзін шығарған өлеңді оқығың келеді. Бірақ сен қорқасың. Ойынды ешкім қолдамайтын сияқты болып көрінеді. Жігіт сені елемей өте шығады, немесе тіпті сен достармен және қызыңмен бірге мазақ етуі мүмкін деп ойлайсың. Ал мектептегі мерекелік шарада сыныптастардың алдында абыройың төгіледі деп қорқасың. Бәлкім сен ешқандай болжам жасамайтын да шығарсың. Жай ғана дәл қазір, дәл осы сәтте әрекет етуге батылың жетпейді. Елестетші, сен жүзуді үйрену үшін бассейн дәл шетіне тұрсың, немесе тікұшақтан парашютпен секіруге қадам жасауың керек. Егер бір қадам алға баспасан, немесе біреу сені артынан итеріп жібермесе, тәуекелге бара алмай, сол күйі шетінде тұра бересің. Және нәтижесінде еркін құлаудың не екенін сезбей кетесің, үйренбейсің. Қорықпа, көзіңді жұмда, ештеңе ойламай қолыңды көтер, алға баста, сәлем деп дауысыңды шығар. Әрі қарай не болса о болсын, өйткені сен басқа амалың болмайды. Бірдеңе деп айтуың керек. Ұзақ жол алғашқы қадамнан басталды емес пе? Мұны сен өзің де жақсы білесің. Тұйықталып, қамалып, сырт көзге қалай көрінемін деп қамауға доғар. Және әрине, өзін аяп, өзінің бақытсыздығын, кемтарлығын, ұсқынсыздығын ойлап, табиғатпен жаратушының әділетсіздігін сөз қыла берудің қажет жоқ. Әрине, әйтпе, бүйтпе деп айтуға оңай, бірақ тым құрғанда осындай ойлар қамти бастағанда өзіңді шып-шып алуды әдетке айналдыр. Алғашқы кездері терің шымшығынан қызарып жүретін шығар, бірақ уақыт өте келе бұл әдетке айналып жағымсыз ойлардан бір жолата айығасың. Позитивті ойлау. Біреулер ойлайтындай ақымақтық емес. Тіпті егер бірінші кездер айнаға қарап, мен ең әдемімін, тартымдымын, сұлумын деу күлкілі көрінсе де, уақыт өте келе шындықты айналмасына кім кепіл? Бірақ өзіне жақын, сенімділігіңді арттыратын, жеке позитивті мантран болғаны жақсы. Және өзіне деген сенімділігін төмендей бастағанда, есіне түсіріп, іштей қайталай бер. Өзіне ұнамайтын жайсыздық тудыратын өтініштерге жоқ деп жауап беруді үйрен. Сынып жетекшісінің өтінішін қабылдау алмаудың ұялып, аптауи мектепте қабырға газетін сызып отыруға міндетті емессің. Немесе ертең маңызды емтихан алдында құрбыңның киімін хим тазалаудан алып, қаланың екінші шетінен жеткізуге де кейде жоқ әлемдегі ең жақсы сөз.